Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай үлпілдеген жұмсақ майды өзіне сіңірмейтін, арасы піспей қалмайтын оладьи дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Сосын қант салып, араластырамыз жақсылап. Қантты мен 8-9 қасықтай салдым, өйткені маған тәтті болған ұнайды. Егер қатты тәттіні ұнатпасаңыздар, немесе қатты тәттіні ұнатсаңыздар, қасықты мөлшерін азайтып көбейте аласыздар, өздеріңіздің татымдарыңызға қарай. Жақсылап бір қалыпты масса дайындаймыз, сосын айран құямыз. Бұл оладьиге негізінен ашыған, көпіріп тұрған айрандарды қосуға болады. Сол кезде ас содасымен тез әрі күшті реакцияға түседі. Ас содасын жарты шай қасық қосамыз. Жақсылап араластырып, сосын ұн қоса бастаймыз. Ұнды бөліп қосамыз, барлығын бірден қоспаймыз. Арасы түйіршік болып қалмас үшін жақсылап жиі араластырып тұрамыз. Ұн қосып жатқанда жаңағы айран ас содасымен реакцияға түсіп жатқаны байқалады, көпіршіктен. Міне біздің тестамыз дайын. Осындай қою түрде болу керек. Себебі барлық үлпілдегеннің бәрі осы консистенциясына байланысты. Егер бұдан сұйық болса, майды өзіне көп тартып, үлпілдеген пішінін жоғалтады. Ал қою болса, қатты болып қалады. Мен көбінесе кез келген пирог болсын, торт болсын, осындай оладьи, панкейки болсын, рецептке қараймын әрине, бірақ мысалы ұндардың тығыздығы әртүрлі болады, сондықтан көбінесе консистенцияға жақсылап қарап алыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай май құйып табамызға, ас қасықпен бір қасықтан құйып, егер қисық болып қалған жағдайда қасықтың өзімен туырлап алсаңыздар болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Солай пісіріп аламыз. Отымыз орташа отта, қатты қызып кетпеу керек, өйткені тез қызарып, оладьиларыңыз күйіп, ортасы қан болып қалуы мүмкін. Майымыз қызбай тұрып та құюға болмайды оладьиларды, себебі майды өзінен өте көп сіңіріп алады, не көріп тұрғандарыңыздай. Орташа отта ақырындап пісіріп аламыз. Осындай кереметте оладьиларымыз дайын болды. Дастарханға кез келген қаймақ болсын, варенье болсын, кез келгенді ұсынуға болады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.